Құрметті менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге сыйға толып, той-томалақта жүретін қазақ халқының киелі қоржыны туралы айтып беретін боламын. Қоржын ерте заманда иірілген жүннен тоқылған үй бұйымы. Түрлі заттар салып пайдаланып, атқа немесе түйеге артып жүретін тамаша үй бұйымы деп айтуға болады. Және де қоржынның түрлері, қоржынның құрылымы және де қоржынның қасиеті туралы мен сіздерге айтып беремін. Халқымыз қоржынды үй бұйымы ретінде әзіргі күнге дейін қолданып келеді. Жылқы малын көлік еткен қазақ халқы үшін қоржын өте ыңғайлы бұйым. Екі жақ басын төңгеріп тастап, ердің артына бөктеріп немесе алдына өңгеріп алып жүргенде аттың үстінен ауып қалмайтын өте ыңғайлы тамаша бұйым. Ал қоржынның түрлеріне келетін болсақ, қоржынның түрлері өте көп. Түкті кілем, тақыр кілем, алаша тоқу тәсілімен тоқылған кілемнің қалың түрлерін мен алдағы күндерде сіздерге өзімнің коллекциямнан көрсететін боламын. Ал қоржынды мал баққанда, алыс сапарға шыққанда, жазда суды ысытпайтын, қыста тамақты суытпайтын киізден жасаған қоржынның түрлері болады. Бұрынғы қазақ үйлерінің кіреберісінде шағын қоржын ілулі тұратын болған. Мұндай қоржынды аяққап деп атаймыз. Аяққапты негізінен үйдің отанасы өзінің ине жіп суларын және ұсақ түсектерін салып қоятын болған. Мінген түлігіне байланысты қоржынның тағыда түйе қоржын, ат қоржын деген түрлері бар. Атадан қалған осы асыл бұйымның әлі де қолданыста еніп жүргендігін ауылды жерлерде арагідік көзіміз шалып қалады. Қоржын апаратын тойдың, қуаныштың түріне қарай да бөлінеді. Мысалы, күйеу қоржын, құда қоржын, бесік қоржын, бала қоржын және қыз қоржын деген түрлері болады. Ал қыз қоржынға тоқталып өтетін болсақ, қыз қоржын ол ұзатылған қыздың артынан бұрынғы ата-бабаларымыз қыздың ұсақ түсектерін, әшекей бұйымдарын қоржынның бір қалтасына, тағы да киім-кешектерін бір қалтасына салып, қыздың артына апаратын қоржынды қыз қоржын деп атайды. Ал бесік қоржын дегеніміз оның нағашылары жаңадан туған жиендеріне апаратын қоржын түрін бесік қоржын дейміз. Бесік қоржынға баланың керек жарақтарын салып апарады. Осындай бесік тойдан үйлену тойына дейінгі қазақ халқының қоржындарының сан алуан түрлері болады. Қыздың ата-анасына, яғни құдаларына апаратын қоржынның түрлері бірнешеу. Оның бірі құда қоржын деп аталады. Құда қоржынның күйеу қоржынмен ерекшелігі, күйеу қоржын қыздың үйінде қалады. Ал құда қоржын болса, ішіндегі сыйлықтар таратылып болған соң, құдаға қайтадан сый-кәделер толтырылып, кері қайтарылады. Осындай қоржын түрін сый қоржын немесе құда қоржын деп атаймыз. Осылайша екі әулеттің қуанышына ортақ әкелінген қоржын сый-кәдеге толып, екі отбасының ортасында жүреді. Бұл құдалардың арасындағы қарым-қатынасты жақсарту және бір-біріне деген құрмет, сыйластықтың белгісі болып табылады. Қазақ халқының дәстүрінде қоржын апару және қоржын сөгу деген дәстүрлер бар. Қоржын апару ол халқымыздың ежелден келе жатқан салттарының бірі. Қуаныштың түрлеріне қарай қоржынның екі қалтасы әртүрлі кәдесыйға толтырылады. Мысалы, күйеу қоржынға тоқталып өтетін болсақ, күйеу қоржынды апаратын кезде алдымен жігіттің ата-анасы көрші-қолаңдарын және туған-туысқандарын шақырып қоржын шай береді. Қоржын шайға жиналған қауым қоржын салу немесе қоржын тігу дәстүріне қатысады. Қоржынға керекті заттардың бәрі салып түгенделіп салынып болғаннан кейін қоржынның сыртына алқа моншақ, жүзік сияқты
қыз балаларға арналған әшекей бұйымдар тігіледі. Бұл әшекей бұйымдардың саны қаншалықты көп болған сайын жігіт жақтың туыстары болашақ келіндерінің ақылды және тәрбиелі екендігіне риза болғандықтарын білдіреді. Қоржын сөгу дәстүріне тоқталып өтетін болсақ, той кәделерінің арасында қоржын сөгу рәсмияты жасалады. Бұл тойдың ең қызықты сәттерінің бірі. Әзіргі заманда қалташоу деген тамаша сондай дәстүр жалғасып келе жатыр. Қоржын сөгетін кезде қоржынның аузында бір кісілік мата жатады. Бұл қоржынды ашқан адамның сыбағасы. Сосын ол қоржынның бір жағында қыздың әке-шешесіне арналған жағалы киімдер салынады, ал қоржынның екінші қапталына тойға жиналған қауымға арналған тәтті тағамдар салынады. Қоржын сөгіліп болғаннан кейін қыздың ата-анасына тиісті жағалы киімдер табысталады, ал қоржынның екінші қапталында тұрған тамақтар, тәтті бұйымдардың барлығы тойға жиналған қауымға, әсіресе әйелдер қауымы соны бөлісіп алады. Осындай қоржын сөгу дәстүрі ол халқымызда бүгінге дейін қызға қоржын апарған кезде жалғасып келе жатқан дәстүрлердің бірі. Қоржынның екі қалтасы бір-бірінен ажырамай бірге тігіледі. Бұл құдандас болған екі әулеттің бір-біріне деген достығы және ажырамас беріктігін білдіреді. Және шаңырақ көтерген екі жастың жұбы жазылмасын, қосақтармен бірге қартайсын, мәңгі бірге болсын деген мағынаны білдіреді. Жалпы қазақ халқында қандай салт дәстүр болмасын, өзіндік мән мағынасы бар. Жөн жоралғылардың қайсысы болмасын, өзіндік мәнін жоғалтпаған. Той халықтың қазынасы. Ендеше осы қазынамызды сақтайық және жаңғыртуға атсалысайық. Қоржынымыз кәдеге, сыйға толы болсын ағайын. Құрметті патша көңілді менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге сырға, сыйға толы қазақтың киелі қоржыны туралы айтып бердім. Әрине, қоржын біздің той томалағымыздың сәні. Осындай киелі қазақ халқының бұйымдары туралы көптеген ақпараттар беріп жүрмін. Егер сіздерге осы ақпарат ұнаса, тағы да тың ақпарат деп сезінсеңіздер, онда пікір жазыңыздар, комментар жазып отырыңыздар. Және де қазақ халқының салт дәстүрлеріне байланысты ұғымдар мен наным-сенімдерді де тыңдағыларыңыз келсе, менің Бақаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліп, жазылып, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бақаргүл Төлеген қызы. Назарларыңызға рахмет.